Барлығыңызға ассаляму алейкум. Бүгін 4-ші сабақтың 2-ші бөлімімен танысамыз. Бірінші әл-бәйту мин әл-бәйти, home from the home. Әл-масджиду иләл масджиди, mosque to the mosque. Яғни жаңа есімнің түрлерін сызып қояйық. Min from деген аудармада, иля to мешітке, now үйден. Дан деген науға деген. Енді әл-мударис Мұхаммад, яғни мұғалім мен Мұхаммедтің арасындағы диалогты оқиық. Мұғалім айтады: Мен айна әнті? Where are you from? Ана минал Ябан. I am from Japan. Жаңа сөз Ябан. Япония. Japan. Асын сызып қоямыз. Келесі. Мұғалім: Уәмин айна Аммар? Where Ammar from? Хуа минассин. He is from China. Хуа деген, he деген. Алдыңғы сабақта оқыдық қоя. He is from China. Ол Қытайдан. Син деген Қытай. Сызып қойыңыздар. Келесі. Уәмин айна Хамид? Where Hamid from? Хуа минал Хинд. He is from India. Хинд деген Индия. Астарын сызып қояйын. Жаңадан елдердің аттары. Келесі. Әл-мударис. Айна Аббас? Where is Abbas? Хараджа. Аббас қайда? Хараджада. Айна Захаба? Where did you go? Яғни ол қайда дейді. Захаба иләл мудир. He went to the principal, яғни ол директорға кетті. Бұл жерде мудир, мектептің директоры. Мудир деген. Келесі. Ва айна захаба Али? And where Ali did go? Яғни Али қайда кетті? Захаба иля әл-мирхат. Захаба деген бізде go, айтудан кетіппін ғой, бару, бір жаққа бару. Иля әл-мирхат. Иля деген басқа түспен белгілен. Иля деген жаңағы есімдіктің түрі. To. Захаба иля әл-мирхат. He went to the toilet. Яғни ол туалетке кетті деп жауап беріп тұр. Енді жаттығулар. Осы жаттығулардың барлығын жоғарыға қарап орындасаңыздар болады. Жазып, мен полностью жазбаймын, оқып берейін, жарай ма? Бисмилля, бастайық. Min айна әнті? Where are you from? Сен қайдансың? I am from Japan. Ана min әл-ябан деп жауап береміз. Ана min әл-ябан. Келесі. Әнті min әл-филиппин? Сен Филиппиненсің бе дейді? Ля. Мысалы, жоқ, мен Индиядамын. Ля әна минал хинди деп жауап береміз. Мысалы, келесі. Мән минассин? Who is from China? Кім Қытайдан келген дейді. Например, Омар. Аммар минассин деп жауап береміз. Мин айна Хамид? Хамид қайдан дейді. Хамид минассин. Хамид Қытайдан. Келесі. Айна захаба Аббас? Аббас қайда кетті дейді. Бұны хуа деп жауап береміз. Хуа захаба хуа әл-мирхат деп жауап берсек болады. Например, ол қайда кетті десек болады. Туалетке кетті десек болады. Захаба иля әл-мирхат. Яғни хуа деген болмайды. Захаба иля әл-мирхат. Келесі. Захаба Алиун иләл мудир? Али неге кетмеді? Директорге кетті ме деп сұрақ болып тұрда. Жауап береміз. Жоқ, ол туалетке кетті болса. Ля захаба иля әл-мирхат болады. Енді келесі. Налардың әрқайсысының оқып жалғауын қойыңдар дейді. Read and write each of the following words, vocalizing its last letter. Бізге қалам керек болады. Әл-ғурфату минал ғурфати. Алдыңғы сабақтарда естеріңізде ғой, есімдіктерде осындай и деген жалғау болады. Минал хаммами.
المرحض إلى المرحض اليابان وبلد الفلبين من الهند إلى الصين болады. Енді келесі аналарды оқып жазыңдар дейді. Read and write. Min أين فاطمة هي من الهند. Фатима қай жерден дейді. Жаңа min деген бізде from, Фатима, әйна деген where, қайдан. Ол Индиядан деп жауап беріп тұр. Хараджа әл-мударису минал фасли ва захаба илал мудир. Хараджа дегеннің аудармасын көрейік енді. Хараджа деген бізде кету деген, left деген аудармада. Left. Хараджа әл-мударису, мударис деген жа мұғалім, кетті. Минал фасл, класстан кетті. From деген қоя. Уә захаба, және бара жатыр. Илал мудир, қайда? Директорге бара жатыр. Мұғалім класстан кетіп, директорге бара жатыр деген сөйлем. Астарын сызып қойын. Әл-мударис мұғалім, min деген from, әл-фасл classroom, яғни класстан, уә деген және, захаба деген бару, иля деген to қайда бара жатыр, әл-мудир директорге бара жатыр. Мен айтқандарымды үйсіп төбесіне жазып алыңыздар, жарай ма? Захаба әт-тәжиру иля дуккан. Енді бұны тасыз қоя. Захаба деген бару, go. Әт-тәжиру саудагер. Иля қайда? To деген аудармасы. Әт-дуккан магазинге. Яғни саудагер, go, merchant, shop. Яғни саудагер дүкенге бара жатыр. Келесі. Хараджа хамидун минал ғурфати ва захаба илал хамман. Хараджа, яғни кетті. Кету. Хамид кім кетті? Хамид. Мин қайдан? Мин деген from қоя. Минал ғурфа. Бөлмеден кетті. Уә және барды. Захаба барды. Иля to қайда барды? Хаммам ваннаға. Яғни бізде Хамид бөлмесінен шығып кетті және ваннаға барды. Ағылшынша айтқанда Хамид left his room and went to the bathroom. Келесі. Мән хараджа минал фасл. Яғни кім неден класстан кетті деген сұрақ қойып тұр. Мән деген who, хараджа кету, min қайдан, from деген сөз, фасл деген classroom. Класстан кетті. Түсінікті ғой, Келесі жаттығу, мынау есімдіктерді көп нүктені орнына қойып керек. Min деген from, иля деген to, fi деген in, аля деген on. Ағылшыншалап айтқан кездегі есімдіктер. Әл-китабу, әл-мактабу. Кітап, даска. Яғни кітап дасканың үстінде. Үстінде деген аля болады. Аля деген сөз жазамыз. Так. Кешірім сұрайым. Мынаны қоямыз. Аля. Келесі. Захаба хамидун әл-джамиға. Захаба бару, Хамид барды университетке. Қайда? Университетке. To дегенді қоямыз. To деген бізде иля болады. Иля. Келесі. Әт-талибу әл-фасл. Студент класстың ішінде отыр. Ішінде деген фи болады. Фи деп жазамыз. Әт-талибу фи әл-фасл. Келесі. Хараджа әл-мудиру
المدرسة. خرج бару кету, left. المدير яғни жаңағы директор кетті мектептен. Қайдан? From деген бізде иля болады. Я? Мен болады. Кешірім сұрайым. Мен болады. Мен. Яғни хараджа кету, әл-мудиру директор, from яғни қайдан, әл-мадрасати мектептен немесе университеттен. Келесі астына түсеміз. Захаба Мухаммадун ас-Сини әл-Ябан. Яғни захаба бару, Мухаммад барды Қытайдан Японияға дейін деп тұр. Яғни he went from деген бізде қайседі? From деген бізде min деген from, иля деген to болады. Min дегенді қоямыз. Так, не жазамыз. Min. From деген сөз ғой, min. As-Sini to деген иля. Иля. Әл-Ябан. Осылай орын-орнына қойып жаттығуды орындаймыз, жарай ма? Препозишндерді жаттап алайық. Min деген бізде from, иля деген to, фи деген ішінде, аля деген үстінде. Осымен жаттығуларды аяқтадық.